Ассалаумағалейкум достар. Өшім мынандай болды. Короче, бағана барып өзіме бір киім алайын десем, ішінде гардеробта неде киім сататын жерде айна тұрады ғой. Бля, айнаға қарасам, короче, денем салбырап біткен, қарын шығып кеткен. Бірақ өзім арықпын да. Бірақ мына қарын пузатик болып шығып кеткен, короче. Бля, өз-өзіме қарап, бля, бір сөзбен айтқанда жиіркендім да. Мен осы уақытқа дейін тренировка деген ештеңе істемегенмін ғой. Ана айтишник болып, анау болып, анау жұмыс, түннің ұйқының графигі быт диета ештеңе жоқ на. В общем, короче, ештеңе істемегенмін ғой достар ше, осы уақытқа дейін. Енді міне, бүгін 18 июнь 2025 жыл, 3 айлық челленджді бастап көрейін деп жатырмын. Сразу ертеңнен бастап диетаға отырып, плотный диетаға отырып, мучной и сахар, короче, қанты бар и мучнойдың, короче, ешқайсысын жемеймін. Қант қосылған не бар, соның бәрін жемеймін. И плюс мучнойдан жасалған не бар, бәрін жемеймін, короче. Қалған заттар жей беремін. Көрейін деп тұрмын, короче. Қалған заттар жей беремін. И сөйтіп, 3 айлық челлендж. Короче, тренажерный залға не алып қойдым, абонемент. OneFit бар ғой, OneFitті, соны алып қойдым. Көреміз енді, 3 айлық. Енді мынау менің бірінші видеом. Көрейін, мен так, бір аптадан кейін примерно тағы видео салам. Результат қалай өтіп жатыр бәрі жақсы ма, или шыдай алмай жатырмын ба, өзім личный мнениемді салам. Қиын бола ма, қиын болмай ма, соның барлығын көреміз. Салам бір аптадан кейін примерно. Енді ойлаймын, енді қиын болады, әрине. Мен өмір бақи тренировка ештеңе жасап көрмеген адаммын ғой, енді вообще білмеймін ондай. Тренировка дегенді білмеймін, диета дегенді білмеймін. Салмағым қазір 80 кило болып тұр, таза салмағым. Бірақ өзім арықтым, қолдарым бәрі жеп-жіңішке. Просто мына қарын жинап тұрған сияқты плотно шы. Сол себепті енді көреміз енді қалай болады екен. Достар, қарап отырыңдар ал. Мынау менің бірінші видеом, өзім туралы салған. Көрейік енді қалай болады екен.